Мінекей біз центр очищения организмаға келдік. Бұл жерде қыздар бізге 3 күндік емнің қалай өтетін барлығын түсіндіріп берді. Одан кейін біз дәрігерге келіп консультация алдық. Адамның ішінде пайдасыз ешқандай қажеті жоқ бактериялар және де зиянды құрттардың мекен ететін барлығын түсіндірді. Жалпы ем әртүрлі шөптердің тұнбасымен клизма арқылы ересектерге 3 күн, балаларға 4 күн жасалынады екен. Осыны ішіп, содан кейін мынау не? Грелкаға жаңағы жаттығулар жасайды екен. Бұл жақта әдекенің шөптерін ішіп. Жаттығуды жасап қойып жатырмын. Қалай екен ем әдеті? Мінекей, көрейік. Бұл шөптері. Іш құрылыстарын тазалау, соғыс шөп тазалау және де өтті тазарту өте пайдалы екен. Кеше бірінші күні келдік. Жылына адам негізі 2 рет тазаланып тұру керек.